Ала шетіндегі елді мекенге жетпек болып, жапа-тармағай таксиге міндік. Артқы орынға ортада жас жігіт, бір шетінде мен, арғысына қолына таяқ ұстаған қария үшеуміз жайғастық. Қария таксиге міне мүлгіді. Кенет қарияның телефоны шар ете түсті. Селк еткен қария телефонның қалтасынан асықпай алып, тетігін баса айтқан сөзіне үрпиіп қалдық. Қу жалғыз, әкең тыныш жатсын десең, көрме салтанат жасама. Айттым болды дегенде қимылмен телефонның ар жағындағы сөзді тыңдап жатпастан телефонын өшіре салды. Жиі тыныстауынан ашуланғаны білініп ақтыр. Көзіне олы түсе қалса қуырып жердей қаһарлы. Орта жастан асқан таксист көке сонша ашуланарлық не боп қалды деп қарияны сөзге тартты. Шындығында сол сұрақ отырғандардың барлығының көкейін деді. Қарияға да керегі сол болса керек. Қу қақпас, құрдасымды айтам. Екеуміз бір класта оқығанбыз. Жігіт болғанша бұрын боға ағып жүретін еді. Құдайда берем десе шебер ғой. Біз сияқты оқуға түспей, ауылда шөп шауып, әр жұмыстың басын бір қайырып жүретін. Берекесізге Құдай әйелінің етегінен берді. Үйелмелі-сүйелмелі баланы топырлатты. Тойып тамақ ішпей өссе де, балалары шетінен мал тапқыш боп шықты. Бірінен бір асқанда ауылды қойып облысты шаң қаптырып бүгінде Қазақстанның маңдай алдысы. Әлгі не еді деп қасында отырған бізге қарады. Әлгі арқпа деді таксист. Алпауыт дедім мен қарап отырмай қазақшалай. Иә, ұлдары сол алпауыттың нақ өзі деген қария машина терезесінен үнсіз көше бойына қарап отырып қалды. Ары қарай не болды сонымен көке деген таксистің сұрағынан селкете есін жиды. Білем, шөткіріне нағыздана отырды. Ай қарағым, о заманда бұл заман көрдің салтанатын ашқан қазақты қайдан көрдің? Ал мен көрдім. Осы тұрғанда әлгі кластасымның көрінің салтанатты ашылуын көріп келемін деп тоқтады ақсақал. Классыңыз иманы саламат болсын дей берген таксистке қайдағы иманы саламат болсын, тірі ғой тірі деп күйіне тепсінді. Естігенімізден есіміз шыға тырс етпестен үнсіз қалыстық. Шырақтарым, мал бітсін, жақсы, дәулет бітсін, қуанамын. Ал енді дәулетім асты, көңілім тасты деп өлмей тұрып көріне адам жинап музыкалата лентасын қиған деген не сұмдық. Біз бір ерекше жағдай болып қалған екен деп барсақ, өлгенде жататын жерімді көзімнің тірісінде сендерге таныстырып қояйын дедім деп мәз, болқай тойынғандық. Қарияның ашуын құбала үнсіз келеміз. Заманына қарай амалы, құбылған уақытта ештеңеге таңдануға болмас. Әйтсе де қариялықтан даналыққа айналдырған қазақтың бір жапырақ қара шалдарының керуені келмеске көшіп-ақ кеткен. Қандай өкініш. Дала құндылығын, заңдылығын, салт дәстүрін мүлт жібермей уысында ұстаған кемеңгер қариялардың арқасында бүгінгі күнге жеттік-ау. Бүгінгі қариялар сол жолды жалғастыруға пәрменді ма? Салт дәстүрден алшақтап кеткендігіміздің дәлелін күнделікті қоғамда кездестіріп жатамыз. Ертеде қыздың оң жақта отырып нәрестелі болып, атын әкесіне жаздырып, бақытқа кенелгені әулет тұрмақ ауылға масқара боп саналған. Бүгінде ол қалыпты жағдай. Кешегі 20-шы ғасыр ортасының өзінде ата-ананың ұлы тұрып, қызының қолында тұрғаны сұмдық боп саналған. Бүгінде ата-ананың күйеу балаға жалтақтай қарап қалғаны шындық. Сонда қандай елге айналдық? Тегеуріні мықты дәстүрден айырылғалы, қазақтық келбеттен де айырылып шыға келдік. Ештеңеге қорланбаймыз, ештеңені өрескел көрмейміз. Жауабы қордымға кеткен сол сұрақ. Енді міне, артында белін байлап, әкемайлап жоқтайтын ол құсы бола тұра көзі тірісінде мазарының салтанатын ашып жатқанда сол қазақ.